Негізінде әрбір ютубер видео түсірмес бұрын жақсылап тұрып дайындалып алу керек. Мен дайынмын. Барлық әлем прикольшен сәлем, видеоблогер болуға қазір айтып бере. Барлық әлем прикольшен сәлем деп амандасайын десем, уже амандасып қойыппын интрода. Сондықтан да лайк басыңдар. Вообще, кім үшін түсіріп жатырмын осы видеоны? Садиктегі Мария ханымға түсіріп жатқан жоқ шығармын. Қалайсыңдар достар? Бүгін сендерге мен деген көптен бері асырып жүрген заттарымды сендерге көрсететін боламын бүгін. Наконец-то сіз деген құпия нәрсені білетін боласыз. Негізі осы видеоны мен бұрыннан бері түсіргім келді, бірақ уақыт болмай жүрді. Қазір сендер менің жұмыс орнымды көретін боласыңдар. Білем, бұның барлығы очень крутойский, асықпаңдар. Қазір қараймыз барлығы жайлап дұрыстап. Ең алдымен сендерде мынандай сұрақ болатын шығар. Нұрболат, сенде микрофон бар, ал сен неге iPhone 5-іңді қолданып жатсың дейтін боларсыңдар. Ал мен сендерге жауап беремін. Достар, iPhone 5-ің микрофоны мынау микрофоннан қарағанда сапалы. Мынау микрофонды мен сатамын ау деймін, или естелікке алып қоямын. Окей, енді жұмыс орнында көрсетпестен бұрын мен сендерден сұрайтыным, біздің бұрынғы традициямыз осы видеоның астына 5-5 комментарий лақтырып кетіңдер, тастап кетіңдер, жазып кетіңдер, не істесеңдер, істеңдер айтып. Және де осы видеоға бір-бірден лайк басып шығыңдар. Вот сен ба? Сен қарап тұрсың ба бір өзің лайк басып былай. Сен де қарап тұрсың ба? Сен де лайк басып бір өзің. Ал ендеше менің жұмысым орныма кеттік. Ең алдымен мен неден бастарымды білмедім. Сондықтан да мен өзімнің шаңды зверімнен бастаймын деп ойладым. Бұл зверімнің аты ноутбук Lenovo. Lenovo IdeaPad 320 или 330 бірдеңе. Білмесеңдер, ол ноутбук өте жылдам қосылады. Давайте көріп қарайық оның жұмыс процесін. Маған қараңыз. Неше секунд мен өзім санағанда жоқпын. Өздерің санап аласыңдар ғой неше секундта қосылған. Бұл менің ноутбугым өте керемет, өзіме ұнайды, бірақ жаман қатады. Монтаж кезінде көріп тұрғандарыңызды ноутбукты қосқаннан кейін сразу да обойым живой болып қалды. Менің көргеннен кейін. Айтпақшы, ноутбугым всегда постоянно зарядкада тұрады. Себебі неге? Себебі көп производительность алуым үшін. Мен өзімде дұрыс түсінбеймін ол сөзді, бірақ әдемі естіледі. Сендер сұрайтын боласыңдар, программаларың қайда? Программалар міне тұр ғой мене. Мен көрмей тұрсыңдар ма не? Ал сен өзіңнің файлдарыңды қайда сақтайсың? Файлдарды былай сақтаймын. Опана. Енді әңгімені ноутбуктан бастаған соң, давайте оның характеристикасына кеттік. Характеристикасын айтатын болсақ, Intel Core i5 8250U CPU бірдеңе өздеріңіз түсініп алыңдаршы, мен білмеймін. 64 разрядты операционный система, 4 гигабайттық озу и видеокарта бола ма ноутбукта өзі. Ал видеокарта Intel бірдеңе UHD графика 620, Nvidia GeForce MX 150. Бля, ни хрена не понял. Сонымен мен ноутбук жайлы айтып болдым. Ал келесі бізде ол мышка. Бұл мышканы маған сендердің анау мистер Коха деген ютуберлерің берген. Братым ғой менің. Кәм нормальный екен, күшті екен. Рахмет саған тағы да мистер Коха. И мынау мышканың астындағы коврик. Ол коврикті мен деген далада бомжымен қырылып әйтеуір алдым. Келесі ол бізде ол менің орындығым. Осындай орындықта отырам мен, осы жерге. Оппана деп отырам мен осы жерге. Мына столмен сәйкес келмейді екен. Себебі мен бүкіріп отырам, мен мынаған қарау үшін. И маған новый стол керек, короче. Келесіде ол бізде мынандай микрофон. Ол менің микрофоным, короче. Ол микрофонды мен негізі өлең жазу үшін алғам, бірақ өлеңді қойғам, сосын не істерін білмей жатырмын қазір. Не істеуге болады жеге айтып кетіңдерші. Звуктың качествосы оң шығады. Онан жоқ, мынаған қара даже шаң түрі. Бұл микрофонды қайдан алдым десеңдер, бір инстаграмда бар, бірдеңе микрофонды сататын зат, содан алдым. Келесі бізде ол хромакей. Хромакейде мен деген видео түсіремін. Сендер сұрақ қоясыңдар көбінесе, осы хромакей екеуі ма сенде дейді. Жоқ, біреу менде, мына қара, просто мынаның арты жасыл, ал алды көк. Окей, ноутбукты пока что сөндіре тұрайын. Итак, энергия кетіп отыр, всегда. Келесіде бізде ол міне осы жердің столдың асты жақтары. Ол жақта даже монстр да бар болуы мүмкін. Окей, мына жақта енді менің ең алдымен осы дәптерге тоқталайық. Бұл менің блокнотым десем де болады. Ішінде пландарым бар. Короче, бұл менің жетістікке жететін құралым. Екіншісі ол камераның мешогы. Камераның өзі қайда десеңдер, шынымен камера қайда? Окей, келесі бізде ол наушник, мынандай наушник. Бір құлағы бар, екінші құлағы жоқ. Өзім істедім, прикиньте, ема. Просто кесіп тастадым екінші құлағын. Өйткені жасамай қалды. Келесі бізде ол
Келесі бізде ол стикер кәдімгі пландайтын. Осы болмаса мен білмеймін не істейтін. Мен 2-3 теңгеге сатып алдым оны. Сатып алыңдар өздеріңде де. Мынау енді кілт, какой-то бір кілт. Білмейміз, кім салып жүрді оны. Ал осы столдың ең шетінде кітаптар жатыр, кітаптар. Йо-майо. Осыншама кітапты оқыған ба мен? Бірақ сонда да тупоймын, Ары қарай не бар десеңдер, мына жерде менің күміс батырмамның несі коробкасы тұр. Ал мына жерде менің заттарымды сақтайтын бір өзіме жылы естеліктер. Короче, көп заттар сақтайтын менің заттарым. Короче, осы коробканың ішінде менің заттарым бар. Егер де осы коробканы аш десеңдер, осы видеоға давайте 10 мыңлық жиналсын, мен просто ашпаймын оны 5 мыңлық үшін. Давайте 10 мыңлық жинаңдар, сосын осы заттың ішін қарайтын боламыз достар бірге. Нода да дәл солай. Просто екінші версиясы ғой. Ал мынау менің камерамның зарядкасы. Ал осы менің iPhone XXL деген заттымның коробкасы. Ал мына жерде менің фотоаппаратым тұр. Nikon. Вот. Керек болады деп алып қойдым енді. Ал осы столға келетін болсақ, осы столды мен деген подвалда тауып алдым. Ойнайтамын. Үйде просто жатқан екен. Неге оны өзімнің столым қылмасқа деп ойладым. Тазаладым. Негізі бар ғой, мұның барлығы май болып тұрып, негізі кухняда тұрған май болып. Тамақ пісіретін май бар емес, жабысқа сондай болып тұрды кәдімгідей. Үстінде мон, так, шақтар сондай. Короче, тазаладым и көрініп тұр, онша қатты тазалаған жоқпын. В общем, әйтеуір осыны өзімнің рабочий столымда қылдым. Сендерге осы сетап ұнады деп ойлаймын енді. Иә, түсінемін, байский емес, но қарапайым. Жүректі жылытатын нәрсе ғой бұл. Күнде осы жерге келсем, өзімнің шығармашылық істерімді жасаймын. Сендерге не деймін енді? Осы видео ұнаса лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Ал мен аяқтаймын осы видеоны. Пока-пока, чао.